Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз әлемдегі, яғни тарихтағы ең бай адам жайлы. Ең бай адам Илон Маск емес, Джефф Безос емес, ойлағаныңыздай. Бұл орта ғасырдағы Мали патшасы Манса Муса. Оның толыққанды байлығын қанша болғанын есептеу қиын. Әртүрлі жобалармен 2012 жылы америкалық Celebrity Net Worth сайтында Мусаның байлығы $400 миллиард құраған жазған екен. Алайда бұл туралы нақты бір көрсеткіш жоқ. 1280 жылы өмір келген Манса Муса ағасы Абу Бакр әлемді шарлау үшін экспедицияға шыққан соң 32 жасында таққа отырады. Оның қол астында Малидің шекарасы кеңейе түсті. 24 қаланы жаулап алғаннан соң Малидің шығыс шекарасы Атлант мұхитынан басталып, батысы Нигерия мемлекетіне дейін жеткен. Қазір бұл аумақта 9 бірдей мемлекет: Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигерия, Гамбия, Гвинея-Бисау және Гвинея мен Кот-д'Ивуар орналасқан. Ол кезде мұсылман дінінің шыңына шығып шарықтап тұрған кезет. Саудагерлер, миссионерлердің, ислам дінін таратушылар сол Мали патшалығының барша ақсүйектерінің мұсылман дінін қабылдап, бірақ қара халық әлі де болса дайын болмады. Олар әлі өздерінің бұрынғы діни рәсімдерін әдет-ғұрпын тастаған жоқ. Алайда бүкіл мұсылман патшалық деп аталғанмен әлі де өліктерді баяғыша далалыққа тастауын, кейбір әйелдері жартылай жалаңаш жүруін, ол жайлы араб саудагерлерімен бірге барған араб жазушыларының да естелік хаттары бар. Мали патшалығының бағымы әлде сорма? Сол кездері алтын қазбалар қойнауында бар екені анықталып, оны кеңейтіп қазба жұмыстары басталады. Мали мемлекеті байи бастайды, жан-жақтан құлдар сатып алып келеді. Әскерін кеңейтіп, жан-жақтағы көрші елдерді басып ала бастайды. Солай жалғыз алтын емес, дүзбен де сауда-саттық жасайды. Көршілеріне дүз сатып, алтын құймалар үшін араб саудагерлері бүкіл Сахараны қаншалықты қиын болса да кесіп, осы Мали алтын үшін кәрі құрлықтан европалықтар, сол кездегі Португалия және голландиялық саудагерлер кемелері келеді. Үлкен Сахара кесіп өтетін сауда жолы ашылады. Бұрын соңды болмаған байлыққа еленген, яғни шекарасы кеңейген үлкен мемлекетке ие болған Манса Муса тәуба ісіне келіп, қажылыққа барам деп шешеді. Сол қажылыққа барарда үлкен керуен дайындайды. Ол 60 мыңдай адам Манса Мусаны қажылыққа апару үшін. Сол Меккеде әзірленген әскер мен саудагерлер және 12 мың құлы алып шыққан. Бірақ 3 айлық сапар Муса қиындығымен Сахараны кесіп, қазіргі Каир қаласына жетеді. Ол кезде Мамлюктер мемлекеті, яғни Мамлюктер династиясының билік етіп тұрған кезі, мұсылмандардың рухани астанасы әрі ең дамыған сол кездегі таяр шығыстағы әсем қаланың бірі Каир. Каирде бір айдай тоқтап демалуға шешеді Манса Муса. Сол кезде Манса Мусаның керуенінде 10 тоннадай алтын болған десе керек. Манса Муса бұрын соңды көрмеген үлкен базарлар, сәулет ғимараттарды көріп, тамсанып, жан-жақтан сондай сәулеткерлер мен ұсталарды іздей бастайды өзің керуеніне, болашақта өзі Мали мемлекетіне алып кету үшін. Каирдің бір ғұлама ақынының жазуы бойынша, сол кездегі бір ай тұрған Манса Мусаның керуені 10 жылдай алтынның құнын құлдыратып жіберді деп жазады. Яғни сонша көп алтынды бір уақытта сатып алып, сауда-саттыққа түскені сонша алтын 10-11 жылдай құлдырап кеткен құны. Кейін 10 жылдан кейін барып өзінің құнына қалпына келіп кеткен. Бір ай өткеннен кейін Манса Муса Меккеге қарай бет бұрып керуен алып шығады. Ұзақ тағы да жолдар жүріп, шақтеп Меккеге жетеді. Манса бір аңыздар бойынша Манса Мусаның тоқтаған жеріне 12 мың құлы сол сәттен уақытша болса да мешіт салып отқан деп айтылады. Ол жай ғана аңыз, әрине дәлелсіз. Сол Меккеге жеткен кезде Манса Муса қажылығын өтеп қайтарында Меккенің халифіне ұсыныс жасайды. Яғни қажылығым сәтті өтуіне бір себеп болар еді, егер пайғамбарымыздың 2 ұрпағы менің қайтар сапарыма шарып салса екен деп. Ол ризалығымда алтынмен білдірерін деп. Халиф өз 2 інісін жібереді. Сөйтіп шығарып салып, Манса Муса еліне қарай қайтады.
қайтар жолына қайтадан Каир қаласына соққанда, бір деректерде керуенде 10 тонна алтыннан дым қалмаған екен деп. Бірақ сол кездерде Испаниядан арабтар ығыстырып, Андалусия аймағында болған арабтарды 600 жылдай үстем еткен. Европалықтар ығыстырғаннан кейін қарай осы таяр шығысқа келген ғалымдар, сәулетшілерді келісіп Манса Муси еліне алып келеді. Өз еліне жеткен Манса Муси ойлаған жоспарларын ұмытып, яғни ғимаратта салу, ағарту жұмыстарын ойын-сауықпен, сәулетші деп алып келген кісі оны әдемі әңгімелермен алаңдатып, әр күні ойын күлкі, арақ шараппен өтеді. Ойын-сауық, мәз-мейраммен солай 40 жыл билігін өткізіп, Манса Муси өліп, халықтың жағдайы күрт мүшкіл болады. Бұрынғыдай қазба байлықтардың бәрі бітеді. Таусылғаннан кейін Манса Мусиның балдарын тақтан түсіріп өлтіріп ашынған халық. Бұрынғы үлкен империя күйдіріп құлайды. Әр халық өзінің басымен қайғы болып кетеді. Солай ең бай адам, ең бай мемлекетті тез арада бітеді. Осыдан түсінуге болады, тарихтан қателікті қайталамауға болатын. Әрі де қазақтың мүмкіншілігі бар. Бізде де пайда қазбаларымыз, мұнай газымыз, сорымыз, білімге ашар жолымыз болсын. Ар қазақ білімді болсын, сосын барып бай болсын. Қазақ атамыз айтқандай, мал жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деп. Әрқашанда қазақ арын бірінші орынға қойған. Арымыз таза, білімді ұрпағымыз болсын. Байлығымыз қатты жүрегімізде ұстамайық ағайын. Имандылығымыз болсын жүректе. Каналымды қолдап, комментарий жазып, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер ағайын.